Оралдағы орталық мешіттің сұлбасынан айнымай қалған бұл туындының авторы Нәдір Қуанаев. Бұл азамат ерекше өнерге былтырдан бастап ден қойып келеді. Өткен жылы қардан соққан қызыл көлігіне көпшілік таңдай қаққан болатын. Ал мешіт мүсінін жасап шығаруға 20 күндей уақыт жұмсаған. Қиялға қанат бітіру үшін көп нәрсе қажет емес дейді талантты жігіт. Басты құралы арба мен күрек болыпты. Оған қоса ауа райы қолайлы болса болғаны. Бұған ауа райы тек 5-тен түспеу керек қой. Минус 5 атса, минус 5 нормально. Одан түссе уже құттай ерейді. Бір жағынан ауа райы да кішкене кедергі болды жасауымызға. Еріп кетті алдында 7 январда. Одан қайтып тұрғызып қайтып құрадым мен. Мешіттің биіктігі мұнараларымен қоса есептегенде 4 метрге жуықтайды. Бұл іске бар ынтасымен берілген Нәдір мүсінге жарық шамдарын орнатты. Енді Ақшаңқай ғибадат үйі айналаға ерекше сән беріп тұрады. Шығармашыл жан бұл іспен тоқтап қалмақ емес. Қыстың басталғаны күні кеше, демек қиялға қанат бітірер сәттер әлі алда.